көптүгүнө карай сендер менин группамдасыңдар. Актер шеберлери, өткенде таанышкандардын сахна тили және камера алдында қалай жұмыс жасау керек, кез келген сұрақтарымды қоя берсеңдер. Енді танысудан бастайық бірінші. Бағдат қызымын, жасым 10-да. Біз сол, өйткені сенің характерің мен менің характерім дұрыс. Соның образына ене білу, бұл актерлық шеберлік. Актердің ерекшелігі неде? Сөзінің тазалығы. Соны мынандай жаттығулар арқылы мен қазір бірден барлығын түсіндіріп өтемін, содан кейін жаттығуды жасаймыз. Актерді талғап, таңдап алуды режиссердің жұмысы. Қай жерде, қандай жерде кино түсіруде режиссердің жұмысы. Болашақта осы істеріне қосты. Біз сабағымызды бастайық, танысып алып. Актердің ең басты құралы ол тіл. Киноға түсу барысында таза сөйлеу керек. Таза. Әр әріпті, әр сөзді анық жақтарын ашулы, жақтарға арналған, тілге арналған, ерінге арналған жаттығудан бастаймыз. Демге арналған, дикциямен қайтып таза сөйлеу керектігі. Енді кинода барынша ол жағы өмір түрінде болғандықтан особо қиын болмауы мүмкін. Бірақ әр әріпке режиссерлардың басты, кино мамандардың басты әр әріпке тілі келу дейсің. Вибрация сияқты мұрындарынан шығу керек звук. Сен шығатын кәдімгі. Дұрыс па? Сол себепті деммен қалай жұмыс жасау керек, объем қалай беру керек. Ең бастысы дыхание. Бірақ бір дубль, екі дубль қайталанды, үш дубль қайталанды, соңғы дубль көрейік. Мұның бәрі де жақсы, бірақ соңғы дубль тағы да көрейік. Бірақ соңғы дубльде эмоция бәрі беріп тұр, дауыс бермей қалса. Ол да еңбегім кетті ғой, еңбегім кетті. Сол үшін тамаққа салып бағарсам, тамағын бітеді, бақырамай қалсына қойып. Өтірік па?